Ал балалар, көңіл күйіміз қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Жарайды, жақсы. Лердің осындай тамаша көңіл күйлеріңізбен біз сабағымызды бастаймыз балалар. Сабағымызды бастамас бұрын болжау әдісі бойынша сабағымызды қандай сабақ өтетінімізді болжап алайық балалар. Тақтада не көрдіңіз балалар? Бірден танып қойдық па? Қажымұқан атамыз. Яғни сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ балалар? Яғни күш атасы, яғни Қажымұқан атамыз туралы болмақ. Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күш атасы деп аталады. Неге күш атасы деп аталады балалар? Ол 8 қалқасты көтерген 70 жасында ішіне ағаш қойып, автобуспен өткен. Үстіне яғни ағаш қойып, автобуспен адам келген. Тағы Қажымұқан туралы не білеміз? Аяру Қазақтың палуандарының бірі. Яғни қазақтың атақты палуандарының бірі. Және ең бірінші палуан досы Қажымұқан атамыз болған балалар. Жарайды, жақсы, тамаша балалар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, яғни берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру. Яғни естеміз бүгінгі сабағымызда қазір жоспар құрамыз қарапайым балалар. Ал енді Қажымұқан Мұңайтпас қазақтың әлемге әйгілі палуаны. Енді қараңыздар, бұл кісі 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі, яғни солтүстік Қазақстан қазіргі Сарытерек болысына қарасты Жәдік деген жерде дүниеге келген. Мұханның анасы Кәбира ол өмірге келгенде қайтыс болады. Қажымұқан өмірге келген кезде анасы қайтыс болып кетеді. Сөйтіп ол кімнің әжесі Айсара ағаның қолында 16 жасқа дейін тәрбиеленеді. Және қазақта мақал бар, алып кімнен туады? Алып анадан туады деген мақал бар. Яғни осы Мұханның анасы Кәбира өте күшті кісі болған деседі. Яғни ол кезде газ жоқ, свет жоқ, естек әйелдер шөмшектеледі. Мінекей осы кезде басқа әйелдер шөмшектесе, Қажымұқанның анасы не істеген? Үлкен талдарды тамырмен қопарып ауылға алып келетін болған. Сонда Қажымұқан кімге тартқан? Анасы Кәбираға тартқан екен. Енді жер шарының балалар Қажымұқан 24 еліне барған. Талай атақты палуандармен күрескен. Бірінен де жуансың темірді мойнына дауысып кетіп, яғни белбеу байлаған, ал Парижде өзі сахнаға шыққан кезде мініп шыққан түйесін қайтар кезде істеген түйені көтеріп сахнадан алып кеткен екен. Және алтыны бар, күмісі бар жоғы, яғни 48 медаль алған. Енді қараңыздар, 75 фут жүк салынған арбаның тісімен сүйреп сахнаға шығарса, кеудесіне 20 фут, яғни 320 кг тасты қойғызып, оны 2 футтық балғамен, яғни тасты 2-ге бөлгізген. 1 футта 12 килограмм болады, балар білесіздер, сонда енді қараңыздар. Және жаңа өздері айтқан, бұда ғажап көпір деген өмір болған бұл кісінің. Өзі жатады үстіне, яғни ағаш қояқта үстіне не істейді? Яғни адам отырғызған автобусты үстінен өткізген болатын. Енді сонымен қатар 15 жасынан бастап 70 жасқа дейін күрес әлемінің 59 елінде өнер көрсеткен біздің атақты палуанымыз. Және жаңа айттым, кім айды оқушылар қартайған кезде істеген, қандай жақсы жасаған дедік? Орында тұрып жауап берейік. Күрестен алған ақшаны самолет жасатып, яғни істеген? Соғысқа жіберген. Сөйтіп не істеген? Яғни сол кездегі басшы Сталиннен марапат қағаз алған болатын балалар. Ал енді Қажымұқан балбаның 75 жасындағы дене құрылысының өлшемдері профессор Әуелбек Қоңыратбаевтың дерегі бойынша. Қараңыздар енді, бүгінгі өзімізбен салыстырып көрсек болады. Өзіміздің атамызбен салыстырып көрсек болады үйдегі 75 жаста. Қараңыздар, салмағы 104 килограмм, 75 жасында. Бойы 195, кеудесінің аумағы 146 сантиметр еді. Балтырдың аумағы 49 сантиметр. Албадан болған атамыз, мойнының жуандығы 56 сантиметр, бас аумағы 65, ортағы саусағының ұзындығы 14 сантиметр, ортағы саусағының жуандығы 10 сантиметр, үстіңгі және астыңғы еріндері 12 сантиметр болған. Яғни атамыздың еріндері жуан болғанда ол сөздері анық шықпайтын болған ол кісінің. Аяқ киімінің размері 54 размер. 54 деген, үлкен. Алып адамға тән. Енді қараңыздар, 63 ес Қажымұқан кеудесін жаңа айтып қоямын, 320 тас қойғызып, оны 2 футтық балғамен мінекей ұрғызу сәтіне жарғызу. Мінекей астына айтқан Қажымұқан атамыз. Енді сурет, ескі сурет. Сізбен көрмеске болып көріп тұрып алар. Мінекей Қажымұқан көтерген тас балалар. Ол тас қазір бар. Міне 63 есі Қажымұқан киген көйлек. Көрдіңіздер ме, қандай алып болған? Мінекей 2 адам көйлекпен бірдей болып тұр. Жарайды, енді мінекей Қажымұқан Мұңайтпасының тұрмыстық заттары
яғни қазір өсіп тұрған үй музей болып тұр, сол жерде тұрған болатын. Ал жақсы жарайды балалар. Енді балалар мәтінмен жұмыс жасайық. Екінші мәтін Қажымхан деген мәтін берілген, яғни Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымхан деген романынан үзінді берілген кішкентай ғана. Қазір оқиық. Өзіміз оқиық. Шамалған уақыт берейік, бір оқып шығыңыздар. Сөйтіп түсінгеніміз айтайық. Жеке жұмыс әрқайсыңызға. Шағын ғана мәтін. Қажымхан атамыз туралы болған көптеген жазушылар бұл кісінің өмір жолына арнап көптеген шығармалар, романдар, повестер жазған болады. Соның бірі Қалмақан Әбдіқадыров. Бұл кісінің Қажымхан деген романынан сізге үзінді берілген. Оқып болғаныңыз болса, қолымыз көтерейік. Cevap veriniz var mı? Sayımız var. Al cevap jaksa. Мәтін не туралы? Орында тұрайық. Аха. Қажымхан атамыздың қай кезі? Кәрілік шағы ма, жастық шағы ма? Яғни балалық кезі. Takım cevap verir. Ne туралы мәтін? Бұл мәтінде Қажымхан атамыздың алыс жерден көп шөп тиеп әкелуі, иә? Яғни Қажымхан мұғайтпас болғандар бұл кісі кедей отбасынан шыққан. Сөйтіп үй үшін асырау үшін не істейді? Сол кездегі бай адамдарға жалданып жұмыс жасайды. Яғни өзінің қожайыны не істеді? Қыстың күні қалың қар кезінде не істеді? Шөп әкеп, көмектескен болсын. Аха, сен айтасың мәтін туралы? Мұқан жұмыс істеген жердегі иелері оны жақсы көрген ол қиялаш тәртіпті болған. Ол Мұқан емес кім деп атаған? Митка деп атаған. Тағы не туралы, не бар екен ішінде? Иә, яғни қандай жұмыстар жасаса, оны істейтін Мұқанға сенетін. Енді балалар жақсы. Ойлансақ әдісі бойынша балалар жоспар қарапайым ғана. Яғни жоспар кіріспе негізгі бөлім және қорытынды 3 бөлімнен тұрады. Ауызша ғана қылсығайық, және қандай жоспар құруымызға болады? Орында тұрайық. Сөйлем болу керек. Күш атасы Қажымхан. Негізгі бөлімі не деп қояр едің? Ал? Мұқанды жұмысқа бар. Ал қорытынды бөлім ең соңғы қалай қорытылады? Яғни тілағыш Мұқан десек болады. Жарайды, жақсы. Енді балалар осының ішінде санесін тауып көрейікші. Біз өткен санесіндерде. Қандай санесін бар ішінде? Аха. Кәм, орындар тұрайық, аяғы қандай санесім? 18, 20, 5 және 4 деген санесіндер. Яғни бір-біріміз бағалап өтейікші. Я жоқ әдісімен. Дұрыс айтты ма? Я ма жоқ па? Я, дұрыс айтты. Енді бұл қандай санесін балалар? Және бұл есептік сан есім болады екен. Осы есеп санесіндегі жылдан сөйлем құрап жүрмек кішкенекей. 4 дегенге. Аха. Менің інім 4-те. Тағы 4 маусым менің туған күнім. Жарайды, тамаша балалар.